Сәлем достар, бүгін 10-8 есепті қарастырайық. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп алыңыздар. Бірінші есепте бөлімі бізде қысқаша көбейту формуласы x минус 1-дің квадратын береді. Бір мен x-дің орнына ауыстырамыз, сонда теріс таңбасын береді. Бізде x квадрат минус 1 дегеніміз x минус 1 мен x плюс 1-ді береді. Оң жақтағы бөлшегімізді алып келсек теріс таңба түседі. X плюс 1-ден 1 тең 0-ге деп аламыз. Бізде ортақ бөлім келтірейік. X плюс 1 береміз. Бізде x минус 1-ден береміз. Себебі квадраты. X плюс 1-ге x минус 1-дің квадратын береміз. Ары қарай ортақ бөлімге келтіріп жазып алайық. 3 x плюс 1 минус 2 жақшаның ішінде x минус 1 минус x минус 1-дің квадраты алғашқы көп мүшесін алайық. X квадрат минус 2x плюс 1. Сонда ортақ бөлімі x минус 1-дің квадраты x плюс 1-ге тең. Енді бөлімінен бөгде түрлерін тауып алайық. X минус 1 тең емес 0-ге деп аламыз. Сонда x тең емес бізде 1-ге. X плюс 1 тең емес 0-ге деп аламыз. Сонда x тең емес минус 1-ге болады. Бөгде түрлеріміз сонда минус 1 мен 1 екен. Ары қарай алымын 0-ге теңестіріп түрлерін табайық. Ол үшін үлестірімді қасиет пайдаланып көбейтеміз. Енді минус 2-ні көбейтсек, минус 2x плюс 2 шығады. Үшінші жақшаның ішінде теріс таңба, ішіндегі таңбалар өзгереді. Минус x квадрат плюс 2x плюс 1-міз минус 1 болып түседі. Тең 0-ге деп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай минус x квадратқа ұқсас мүше жоқ. Өзін жазамыз. Ары қарай минус 2x пен плюс 2x 0-ді береді. Сонда 3x түседі. Қалған сандарымызды қосып азайтсақ, плюс 4-ті аламыз. Тең 0-ге. Барлығын минус таңбасына көбейтіп жерсек, бізде сонда x квадрат минус 3x минус 4 шығады. Дискриминант табайық. Минус 3-дің квадраты 9, минус 4, көбейтілген 1, көбейтілген минус 4 деп аламыз. Сонда 9-ға қосаңыз 16-на 25 шығады. 25-тен 4-ден бізде 5 шығады. Дискриминанттың орнына апарып қоямыз. Енді x бірінші мүшесін табайық. Минус 3, 3 болып түседі. Минус 5-ін алайық. 2 көбейтілген 1 бөліміне барып түседі. 3-тен 5 салсақ, минус 2. Көбейтсек, бөліміне 2 түседі. Сонда минус 1 болады жауабы. x2-ні табайық. 3 плюс 5-ін алайық. Бөлімі 2 көбейтілген 1 деп аламыз. Алымы қоссақ 8, бөлімі 2. 8-ді 2-ге бөлсек 4 шығады. Бізде бөгде төр пайда болды. Сызып тастаймыз. Сонда есептің жауабы 4 шығады екен. Екінші есепте қысқаша көбейту формуласы 2 мүшесіне келтірейік. X қосылған 3-дің квадраты болады. Бізде орнын ауыстырсақ 9 бен x квадраттың алымы өзгермейді. Сонда бөлімі бізде x минус 3 бен x плюс 3-ті береді. Ал алдындағы таңбасы өзгерді. Көріп тұрғандарыңыздай минус плюс болды. Оң жақтағы бөлшекті сол жаққа алып келеміз. Теріс таңбамен x минус 3-ден 1 тең 0-ге деп аламыз. Ортақ бөлімге келтірейік. X минус 3-ден береміз. X плюс 3-ден береміз. Себебі квадраты. X плюс 3-дің квадратынан береміз. Енді ортақ бөлімге келтірейік.
4 рақшаның ішінде x минус 3 қосылған 6 x плюс 3 деп аламыз. Минус бізде x плюс 3-тің квадратқа көп мүшесін алайық. X квадрат қосылған 6x қосылған 9 деп аламыз. Енді ортақ бөлімдерін жазайық. X минус 3, x плюс 3-тің квадраты болады сонда. Енді бізде бөгде түрлерін тауып алайық. X плюс 3-тің квадраты бізде тең емес 0-ге деп аламыз. X тең емес, сонда минус 3-ге. X минус 3 тең емес 0-ге деп аламыз. X тең емес 3-ге болады. Сонда бөгде түрлеріміз минус 3 пен 3 шықты. Енді алымдарын үлестіріп көйтіп алайық. 4x минус 12. Енді 6-ны көйтсек 6x плюс 18 шығады. Минус таңбасы бізде таңбалар ауысады. Минус x квадрат минус 6x минус 9 болады сонда. Минус x квадраттың өзін жазып аламыз. X пен 6x пен минус 6x 0 береді. Сонда 4x өзі жазылады. Минус 12 плюс 18 минус 9-дан бізде шығады минус 3 тең 0-ге. Барлығын минусқа көтерейік. X квадрат минус 4x плюс 3 шығады. Квадрат теңдеуге келді. Енді дискриминантты тауып алайық. Минус 4-тің квадраты 16. Минус 4 көбейтілген 1, көбейтілген 3. 4 жерде 12 алсақ 4 шығады. 4-тен бізден 4-ден 2 шығатынын білесіңдер. Енді x1-ді тауып алайық. Минус 4 болып түседі. Азайтылған x-ін алайық. 4-тен 2-ні алсақ алымына 2, бөліміне де 2 түседі. Сонда тең 1 болады. x2-ні табамыз. 4 қосылған x-ін аламыз. Бөлімі 2 көбейтілген 1. Алымын қосқанда 6, бөлімі 2. Тең 6-ны 2 көрсек 3. Бөгде төріміз 3-ге тең, ал сызып тастаймыз. Сонда есептің жауабы 1-ге тең.